Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Ұзақ уақыттан бері қайта қауышып жатырмыз. Біз бұл жерде өзіміз қызық және маңызды деп тапқан тақырыптар талқылаймыз. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз бұл референдум. Қазақстандағы бүгін ең кеңінен айтылып жатқан ең ыстық тақырып. Бұл тақырыпты бүгін әріптесім саясаттанушы Шалқар Нұрсейітовпен бірге талқылаймыз. Шәке, қалайсың? Жақсы, Реке. Рахмет. Қалай өтіп жатыр күндерің? Шүкір, енді қазіргі тақырыптың бірі референдум ғой. Интервью көп па? Референдумға байланысты, енді сұраныс қазір көпшіліктің қазір көз алдында жүрген тақырып болғаннан кейін бәрі не үшін өтіп жатыр, кімге керек деген сұрақтарды көп қояды. Сол сұраққа жауап іздегісі келеді. Енді бірақ өкінішке қарай референдум керек емес деген көзқарас қалыптасу үшін ақпарат жеткілікті емес сияқты көрінеді маған. Маған да солай көрініп отыр. Ақпарат бір сарында сияқты. Мына референдумге бөлінген 16 миллиард теңге бөлінді. Өткен президенттік сайлауға 9-да 2 миллиард бөлінді, қателеспесем. 1,5 есе көп бөлінді ақша, және сол ақшаның барлығы пиар компанияға өтіп жатқан сияқты, және де бұл бір талқылау емес, бір сарында референдум керек, және де бұл Тоқаевтың бір тағдырымызды шешетін үлкен бір шешім ретінде ұлықтау, мадақтау сарында өтіп жатқан сияқты. Әдеттегідей бір ғана көзқарас бар, бір ғана нарратив бар, және ол үнемі дұрыс. Яғни бізде саяси режим, біздің айтқанымыз жүрсеңдер, кезінде 2030-2050-де қалай айтты, сол сияқты міне жаңа Қазақстанды біз бірге құрамыз. Дәл сол риторика. Референдум главный, бұл жерде ең бастысы референдумға тіреліп тұрды барлығы бұлардың ойынша. Референдум шешілсе, қолдасаңдар 70-75%. Ары қарай барлығы тамаша болады деген месседж таратып жатыр. Мен де жаңа бір месседж естіген жоқпын. Сол бұрынғы қалай пропаганда қалай жүрді, дәл солай жүріп жатқан сияқты. Дәл сол депутаттар ауыл аймақтарды аралап жүр, мұғалімдермен кездесіп жүр, бюджетниктермен кездесіп жүр, тикток блогерлер жаңашылдық шығар қазір, енді заманға сай болатын. Және де байқасаң соңғы кездері жаңағыдай реклама үшін, жарнама үшін біздің билік бір ауыр қаруды қолданған сияқты. Ана президенттік сайлаудың алдында Байзақованың тойы бар еді. Биыл референдум алдында қайтадан Байзақова шықты. Және ең бастысы билік өзі әу бастан таратып жатқан месседжді Байзақова арқылы таратып жатыр. Президенттің туыстарына тыйым салынады. Бізде екінші жаңағы Назарбаев болмайды деген секілді. Сондай бір ойды таратып жатыр өкінішке қарай. Бұл енді өкінішке қарай тағы да айтам, бір жақты көзқарас қалыптастыруға, сыни ойлауға, екінші альтернатив көзқарасты білдіруге, білуге мүмкіндік бермей жатыр әдеттегідей. Мемлекеттік арна, бұл мемлекеттік арна, мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын арналар, телеканалдар, радиолар, кейбір тіпті YouTube каналдарының өздері, мынау тек қана бір жақты көзқарасты биліктің, Тоқаев әкімшілігінің месседждерін ғана таратып жатыр. Екі жақты былай аргумент, қарсы аргументті тыңдау деген жоқ, оғаларға мүмкіндік беру деген жоқ. Қарап тұрсаң, сол баяғы жартас, сол жартас, пропаганда тәсілдері де өзгермеген. Мысалы, мәжіліс депутаттары ол референдумды не үшін, олардың қызметі, пропагандистердің қызметі болып кеткенді. Яғни телеканалда журналистер, говорящий головалар айту керек нәрсені қазір региондарда депутаттар таратып жүр. Қарап тұрсаң, бұл тұтастай бір режимнің референдумды барынша Тоқаевтың билігін, легитимділігін арттыру үшін жасалып жатқан сияқты көрінеді. Осыны сұрайын дедім. Президент Тоқаевтың әкімшілігіне бұл референдум не үшін керек, не береді? Яғни бұл референдум бізде алдында конституциялық өзгерістер болды, реформалар болды, 4 мәрте парламент қабырғасында өткен болатын. Яғни дәл осы жылда 16 миллиард теңге қаржатты жұмсамай-ақ, мысалы халықты дүрліктірмей-ақ, реформаларды парламент арқылы өткізуге болатын еді. Президент әкімшілігіне бұл референдумды жалпы халықтың қатысуымен өткізуге не себеп? Мен алдында осы Брукингс деген институттың зерттеуін қарап шықтым. Жалпы референдум бүкіл авторитар, демократия орнаған мемлекеттердің барлығында өтеді, бірақ әртүрлі мақсатта өтеді. Референдумнан пайда да бар, зиян да бар. Пайда бұл демократиялық институттар бар, биліктің үш тармағының арасында баланс бар мемлекеттерде, демократиялық мемлекеттерде айтарлықтай қауіп жоқ демократия үшін. Ал Латын Америкасы, Африкадағы, Қазақстан секілді авторитарлық мемлекеттерде өкінішке қарай либералды
либералдық құндылықтардың дамуына, либерал демократияның орнауына референдум кері әсер етуі мүмкін. Түрлі зерттеулер бар, бұны көрсетіп беретін. Мысалы, демократия мемлекеттерде соңғы жылдары қарасақ, референдум көбінесе мынау Еуроодақтың институттарына қарсы ұйымдастырылатын референдумдар. Мысалы, Брекзит, бұл жерде Британиядағы жалпы саяси элита, бизнес элита барынша Еуроодақтың институттарына тәуелсіз болуды қалап, Британия шығып кетті. Ал енді Түркия тағы да, мысалы, референдум туралы жақсы мысал. 2010-2017 жылдары Ердоған кезінде осы 2 рет референдум болды. Осы референдум барынша президенттің билігін арттыру үшін өткізілді. Және бұл жерде ең басты енді екі тоғысқан күш, бұл харизмасы бар, Ердоған секілді харизмасы бар президент, және көпшілікке популистік қадам, тікелей демократия, референдумды көбінесе тікелей демократия түсіндіреді. Халықтың өзі тікелей таңдау жасайды деп. Осы екеуі қосылған кезде, өкінішке қарай кезінде мысалы либералды құндылықтар басым болған Түркияны авторитарлық мемлекеттердің қатарына қосуға итермеледі осы өзгерістер. 2 референдум 2010-2017 жылы. Бірақ бұл жерде Түркия қатысы айта кететін бір нәрсе бар. Осы 2 референдумда да қарсы болғандардың саны өсіп келе жатыр. Яғни референдум қатысушылар баршылық, бірақ қарсы дауыс берушілер де бар. Яғни бұл болашақта Түркияда саяси өзгерістерге алып келуі мүмкін. Яғни референдум арқылы келесі рет тағы қолданатын болса, Ердоған немесе басқа біреу өзінің режимін күшейту үшін, онда азаматтар жоқ деп дауыс беру арқылы сол авторитарлық қадамдарға тоқтау қою мүмкін. Ал енді мынау Суб-Сахара, Суб-Сахара, енді Африкадағы мемлекеттер, мысалы Уганда, Руанда секілді, одан бөлек Орталық Азиядағы Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан секілді мемлекеттерде өкінішке қарай бізде демократиялық институттар жоқ. Яғни біз біріншіден референдумға керек 50% адамдардың қатысуын қамтамасыз етпесек, бойкот жариялау арқылы 50% явка болмаса, онда референдум болмай қалады. Бірақ бізде өкінішке қарай орталық сайлау комиссиясы бұл президент әкімшілігіне тәуелді орган. Сол себепті олар керек процентті жасап береді. Қазірдің өзінде енді шамамен әлеуметтік сауалнамаға қарасақ, билік жасап жатқан 75%-дің о жақ бұл жағында болуы мүмкін референдумға иә деп дауыс берушілер. Екінші нәрсе, бұл референдумға қатысу арқылы, жоқ деп жауап беру арқылы референдум болдырмау. Бұл Африкада және Қазақстан секілді Орталық Азиядағы авторитарлық мемлекеттерде бұл мүмкін емес жағдай. Яғни бұл жерде нәтижені жариялайтын да әрбір учаскенің протоколын жарияламай, тек ортақ жалпы республикаға тән көрсеткішті ғана көрсетеді. Бұл жерде біз нақты жоқ деп жауап берушілердің санын біле алмаймыз, процентін біле алмаймыз. Яғни екі жолда қазір жабық. Сол зерттеуге мен жаңағы атап өткен зерттеуге сүйеніп қарасам, қандай жағдайда референдум болмай қалады. Африка мемлекеттерінде көп жағдайда көпшілік протестке шығып, масса қалың халық көшеге шыққан кезде референдум болдырмайды екен. Енді бұл жерде ешқандай бір көшеге шақыру немесе ешқандай саяси акт жасауға шақыру емес, бұл ғылыми зерттеулердің мысалдарын келтіріп отырмын. Одан кейін айта кету керек, саяси контексті өте маңызды екен. Яғни қандай саяси контексті өтіп жатыр референдум. Қазақстанның жағдайында менің ойымша осы жерде саяси контекст өте маңызды. Қаңтар қырғыннан кейін өтіп жатыр. Қаңтар қырғыны болмаса, бізде референдум болмайтын еді деп ойлаймын. Қаңтар қырғыны экс-президент Назарбаев пен қазіргі президент Тоқаевтың арасындағы күштің балансына өзгеріс алып келді. Қаңтар қырғыны болмаса, референдум үшін Назарбаевтың статусын алып тастау деген дүние болмайтын еді. Менің ойымша референдум бірнеше көздеген мақсаты бар. Ең алдымен бұл қаңтар қырғынына алып келген протесттік көңіл күйді барынша басу. Яғни халық, сендерді естідік, шал кет деген ұранды естідік, міне сендерге таңдау беріп отырмыз, шалды барынша бірге кетірейік деген сондай бір месседж бар сияқты. Екінші, бұл жерде президент әкімшілігінің бұл Назарбаевқа да Тоқаевқа да негізі тиімді месседж болуы мүмкін. Қазір байқағанымыз, Назарбаевтың кеше ғана шыққан интервьюінде Назарбаевтың өзі қолдаймын деп айтып отыр. Енді ол интервьюді президент әкімшілігі дайындауы мүмкін, бірақ қанша дегенмен де Назарбаевтың отбасы кім деген мынау шеңбер айқындалған сияқты. Бұл өзі және отбасы мүшелері ғана. Ал жаңағы жиендері, тағы басқа туысқандары бұл шеңберден шығып қалды.
Екінші нәрсе, менің ойымша, бұл президент Тоқаевқа және оның әкімшілігіне керек. Айтпақшы, референдумды демократиялық мемлекеттерде, мысалы Францияда Макрон кезінде өткізбекші болды, парламент арқылы өзіне керек заңды қабылдай алмайтын кезде ол референдум арқылы қабылдағысы келді. Яғни демократиялық мемлекеттерде егер сен парламент қолдамайтынына көзің жетіп отырса, Ердоған да кезінде солай референдум арқылы жасады. Онда сен айналып өтетін жол бар, ол тікелей жаңағы халық таңдау жасау керек деп референдум өткізесің. Қазақстан жағдайында өзің айтып өткендей, бізде парламент толықтай президент әкімшілігінің бақылауында. Қошан Тоқаевтың адамы, президент әкімшілігінен топ ете қалып, спикер бола қалды. Керек процентті парламентте жасап беретін еді. Бұл жерде менің ойымша барынша Тоқаевтың 2019-дағы протесті көңіл күймен аяқталған, президент сайлауы бар. Менің президентім емес Тоқаев деген қаншама протесті көңіл күй болды. Одан бөлек 3 жылдың ішінде Тоқаевтың қолдауы артпаса кеміген жоқ дегенді, халықтың қолдауы бар деген көрсету секілді. Бұл халыққа да, сыртқы аудиторияға да, шетелдік инвесторларға, халықаралық ұйымдарға, батыс әлеміне көрсету үшін, одан бөлек элитаға, тырнақшаның ішінде элитаға, саяси бизнес элитаға. Міне, Назарбаевтың дәуірі өтіп жатыр, Тоқаевты халық қолдайды, бұдан басқа сендер де қолдайтын ешкім. Әкелерің, папаларың өзгерді, басқа папа таппайсыңдар деген секілді. Менің ойымша, осындай әдемі соғыспен, демократияға бет бұру деген соғыспен, менің ойымша осындай референдум өткелі отыр. Келсем, менде андай ойым мынаған тіреледі. Сен жаңағы айтқан нем бойынша қаңтарға дейін жиналған протесттің барлығы Назарбаевпен бірге, Назарбаевтың дәуірімен кетеді деген. Сол жаңа конституцияда Назарбаевтың статусын алып тастау, бұл соның бір көрсеткіші сияқты болады да маған. Өйткені президент Тоқаев пен Назарбаевқа бір қарамаға қарсы қою бір не сияқты, противопоставление бар сияқты да маған. Міне қазір Назарбаевтың кезінде былай болды, отбасы мүшелері бүкіл Қазақстанға елі кетті, біз енді Тоқаевтың кезінде бұған жол бермейміз деген сияқты бір месседж бар сияқты сондай. Келсем, тоқтай келсем. Бұл тактиканы менің ойымша не үшін қолданып отыр? Тоқаев күш керек, күшті өз қолынан шоғырландыру керек. Одан бөлек Тоқаев Ердоған секілді харизмасы мықты президент емес. Назарбаевтай харизмасы жоқ. Назарбаевтай харизмасы жоқ. Бұл жерде контраст арқылы. Тек Тоқаев Назарбаев сияқты емес. Назарбаев секілді әулетін билікке жақындатпайды, әулетіне жаңа миллиардер қылмайды, мүшелерін әулетінің деген оймен контраст жасау арқылы ғана протесттік көңіл күйді Тоқаевтың жағына шығарғысы келіп отыр да. Тоқаев арқылы біз жаңа Қазақстанды құрамыз. Жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан бұл әділетті Қазақстан деген месседждер сол сияқты бір ескі Қазақстанда бәрі әділетсіз болды, бәрі жаман болды деген бір контрастпен ойнағысы келеді. Бірақ өзі қайда шыққанын ұмытып кеткен сияқты да. Ол жайлы әлі сөйлесе жатармыз қайраттың шыққандар. Енді президентке не беретіні түсінікті болғанмен, халыққа не береді референдум. Жарайды, президенттің бұнымен ұпай жинауы болады. Ал халықшы, саған, маған, біздің бәрімізге референдум не береді? Қандай өзгеріс алып келуі мүмкін? Не үшін баруымыз керек, келіп бармауымыз керек? Мен ойымша қаңтардан биліктің шығару керек, режимнің шығару керек. Ең басты сабағы бұл азаматтарға барынша саясатқа араласуға мүмкіндік беру керек еді. Яғни президенттің билігін шектеу керек еді, парламентті күшейту үшін жаңа саяси партиялар пайда болу үшін, жергілікті жерлерде мәслихаттың рөлін күшейту үшін, әкімдерді сайлау деген секілді институттарды сайлау институтын енгізу керек еді. Бірақ өкінішке қарай біз қазір көріп отырған құжатта бірде-бір түртіп алатын өзгеріс жоқ. Осы азаматтарға саясатқа араласуға мүмкіндік беретін. Суперпрезиденттік жүйе қалай болды? Солай сақтап қалайын деп отыр. Құжатты ашып қарауға болады. Президент деген бөлімде жай партияның мүшесі болуға, президент болып отырған кезде болуға болмайды. Кезінде президенттің кеңесшісі болған, көмекшісі болған, қазір мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин 7 минуттық видео жазып, біз енді толықтай суперпрезиденттіктен президенттікке өтіп кетеміз дейді. Бірақ айтып жатқаны мысалдары өзгерістер, мысалдары емес, өзгерістер, конституцияға енгізілетін өзгерістер шынымен біздің елді суперпрезиденттіктен президенттікке ауыстыра ма мысалға? Мүлдем ауыстырмайды. Мысалы, факт-чекте не бар ғой? Өтірік, манипуляция деген категориялар бар ғой. Бұл енді толықтай өтірік. Толық өтірік. Бұл даже манипуляция емес. Манипуляция деп айтуға болмайды. Өтірік. Манипуляция дегенде жартылай шындық аралас қой енді. Бұл жерде өтірік. Өйткені
мысалы партияға мүше болмау. Қазір референдумды қолдап жүрген, алақай деп жаңағы шапалақ ұрып жүрген, жерді аралап насихаттап жүрген кімдер? Бірінші кезекте аманаттың депутаттары, Нұр Отанның депутаттары. Жай оны түсіндіріп те жүрген жоқ қой. Бүгінгі күннің батыры Тоқаев деп сондай бір месседжбен өткізіп жүр ғой. Яғни бір ғана я деген жауапты таңдау керек. Учаскеге келіңдер деп, мынау 50% явканы қамтамасыз еткісі келіп жүрген сияқты көрінеді. Одан кейін президентке бізде сайлау туралы заң бойынша да президентке партия керек. Партияның кандидаты болу арқылы ғана ол сайлауға қатыса алады, тіркеле алады. Немесе мемлекеттік қозғалыстың атынан. Бірақ енді Тоқаевқа қазір енді партия болатын шығар, енді алдағы кезектен тыс президент сайлауы болатын болса, партия арқылы тіркелуі мүмкін, жоқ, сонда Тоқаев келесі президенттік сайлауға барған кезде қайтадан аманаттың мүшесі болады ғой. Партия уақытша аманат мүшесі болып шығып тұр ғой. Уақытша ғана президент болып отырған кезде ғана. Бұл өкінішке қарай партиялық жүйеге, саясатқа үлкен өзгеріс алып келмейді. Ертең президенттік тағы бір президенттік сайлауға түсіп жатса, Тоқаев аманаттың есігін қайтадан қағады ғой. Мені кіргізіңізші, сендердің аттарынан президент болайыншы. Аманаттықтардың өздері жаңағы, енді бұлар қалай басқаша айтады, аманаттықтар айтады, біздің атымыздан кандидат болыңыз. Сондықтан аманат партиясымен қарым-қатынасын бұзбайтын шығар Тоқаев. Енді қазіргі таңда Тоқаев үшін уақыт өте аз, нөлден бастап жаңа партия құру, шынайы электоралды партия құру, ол енді мүмкін емес жағдай. Сондықтан бұл президент ешбір партияның өкілі болмайды деген, бұл фикция ғой? Фикция. Шыны керек, ашығын айту керек, бұл фикция. Енді біз ешқандай партияға мүше емеспіз. Енді біз сырттан қарап отырған саясаттанушы ретінде ашығын айту керек, біз ғылымға қиянат жасамау керек, көріп отырған нәрсені айту керек. Бұл жерде ешқандай саяси өзгеріс болмайды, өкінішке қарай. Бұл ешқандай саяси өзгеріс алып келетін реформа емес. Одан кейін туыстарына мемлекеттік қызметте болуға, квази мемлекеттік секторда басшылық қызметте отыруға тыйым салды. Мен жеке өз басым бұны дискриминация деп есептеймін. Мен де келісемін, конституция бойынша дискриминация деп ойлаймын. Бұл популизмнің бір ең жеңіл жолы да. Назарбаевтан менің айырмашылығым сол, мен туыстарымды жақындатпаймын деген. Ал неге сіз онда қолыңызда бар билік бола отырып, меритократия арқылы адамдардың лайықты, өзіне лайық қызметке араласуына, лайықты мемлекеттік қызметте позиция алуына жағдай жасамайсыз? Сіздің туыстарыңыз секілді басқа адамдарда тең мүмкіндік болу керек. Неге соны барынша, мейлінше сондай жағдай жасауға тырыспайсыз? Бұл жерде дискриминация арқылы жаңағы халықтың президенті болып көріну өкінішке қарай бір арзан тактикалардың бір түрі да. Мен де бұған бірден көзге түскен нәрсе, өйткені біздің конституция бойынша адамды шығу тегіне бойынша алалауға болмайды. Яғни президент отбасында дүние келген адам саяси карьера жасауға әбден мүмкін. Оның қақысы бар да. Енді түсінем, президенттің қол астында жұмыс істеген адам президенттің туысқаны болу, енді бұл жаңа мүдделер қақтығысына алып келуі мүмкін. Ол логикалық тұрғыда енді өзінің немересін, жиенін, баласын, білмеймін, президент әкімшілігінің басшысы ретінде тағайындаса, енді сұрақ туындататын еді. Бірақ ертең мәжіліске, парламентке бір мандатты округтан сайлауға түскенде президенттің туысқаны неге сайлауға түсе алмауы мүмкін мысалға? Егер шынайы ашық әділ сайлау болса, ол сайлауда президенттің туысы жеңіп шығатын болса, ешқандай фальсификациясыз, ешқандай әкімшіліктің қолдауынсыз, онда ол адамның толықтай құқығы бар парламентте отыруға, мандатқа ие болуға. Өйткені ондай мысалдар бар. Америкада 2000 жылы Джордж Буш кіші президент болған кезде Флорида штатының губернаторы туған інісі болды, қателеспесем. Джефф Буш. То есть андай сайланбалы органдарға өту, меритократияның орын алу, бұл әбден заңдылық қой. Сол себепті бұл да бір ақылға қонбайтын. Бұл контраст, уже контрастпен ойнау ғой. Назарбаевтың туысқандары бүкіл Қазақстанды иеленді, лауазымдарды иеленді. Менің кезімде бұндай болмайды. Және оның жиендері сол жолдаудан кейін белгілі бір қызметтерден кетті, бәйтеректен кетті, қателеспесем. Бірақ бізде мысалға басқа лауазымды тұлғалардың інілері, балалары дәл сол квазимемлекеттік секторде басшы болып жүр. Мысалы Қошанов, парламент мәжіліс төрағасы, Қошановтың інісі немесе ағасы квазимемлекеттік секторде бір ұлттық компанияма, бір компанияның басшысы, сондай болып отыр. Бұл жерде президенттің айналасында адамдар үшін де ешқандай бір кедергі жоқ та. Бұл енді әдемі контраст.
бізді ойлайтын шығар көрермендер мына екеуі Назарбаевтың дәуірін аңсап отыр деп. Иә, сол себепті ашығын айту керек, бұндай әдемі контраст, әдемі ойнау мойындау керек. Келісемін. Манипуляция жасау үшін көпшіліктің жаңағы санасына Назарбаев дәуіріне соңғы нүкте қоятын кез келді, бірге қояйық сол нүктені деген секілді бір әдемі месседждер. Келісемін, мен жамандап жатқан жоқпын. То есть ол политтехнологиялық бір қадам болуы мүмкін, ол әдемі жасалынған қадам, сондықтан мойындау керек, иә. Халыққа өтіп кетті. Бұл жерде енді бұлар біз политтехнологияны ойнап жатқан жоқпыз дейтін болса, онда Белоруссиядағыдай, Ресейдегідей конституцияға енгізетін өзгеріспен келісесіз ба дейік, бір ғана сұрақ қоймау керек еді. Екіге бөлу керек еді, жоқ дегенде. Назарбаевтың статусын алып тастауға, атын алып тастауға келісесіз бе? Екінші сұрақ, қалған 32 бапқа енгізетін өзгеріспен жоқ дегенде ең минимал вариант. Біріншіге барлығы иә деп жауап беруі мүмкін, екіншіге енді көбісі таныспағаннан кейін күмәнмен қарап жоқ деп жауап беретіндер де болуы мүмкін. Олайда. Сондықтан түсініп отырмыз ғой, бұл жерде елбасының статусы, оның туысқандарын жаңағыдай бір шектеу, бұл үлкен бір өзгерістердің локомотиві ғой, барлығын алып келетін, халыққа ең тез есте қалатын, халық талқылайтын тақырып осы ғой. Жұрт өзінің ойын білдіре алатын, мысалы анау референдумда ұсынылып отырылған өзгерістер қамтылған құжатпен таныспай-ақ, жұрт осы қандай өзгеріс болайын жатып сұрасаң, кез келген адам осыны айтуы мүмкін. Назарбаевтың аты болмайды. Назарбаев. Конституцияны Назарбаев алып тастайды деп. Қалған 75 жаңа өзгерісті олар ашып қараған да жоқ. Тіпті өзінің эксперттің саясаттанушы деп жүрген азаматтардың өздері, мен әңгімелерді байқасам, көбісі жаңа құжатты ашып қарамаған. Бұл енді өте өкінішті жағдай. Біздегі енді қоғамдық сананың, эксперттік ортаның деңгейін өкінішке қарай бір көрсететін индикатор сияқты да. Ол мүмкін, иә. Неге қалай қарайсың андай суперпрезиденттіктен кету жолында президент Тоқаевтың сенатқа тағайындайтын 15 депутаттың 10-ға дейін шектеуі? Енді бұл да күлкілі өзгеріс, өйткені мәжіліс үлкен реформа емес па бұл? 15 адам тағайындайтын еді, қазір 10 адам тағайындайды. Шын мәнінде сенаторлардың барлығы президент әкімшілігі тағайындайтын сенаторлар. Мысалы, мәслихат оларды тырнақшаның ішінде сайлайды, жанама сайлау арқылы. Ал сенатор болатын екі кандидатты облыстарда республикалық маңызы бар қалаларды кім ұсынады? Көбінесе әкімдіктер ұсынады. Әкімдер ұсынады. Мәслихаттың өзі ұсынады. Мәслихаттың өзі ұсынады. Әкім айналып келген кезде осы жүйенің адамдары аймақтан бір жергілікті авторитет, өзі жаңағы бизнесмен болуы мүмкін, мемлекеттік қызметті көргісі келеді, немесе сенатор деген атақ керек оған. Осылай жаңағы президентпен жақындау болу үшін де жасауы мүмкін, иә. Тіпті Мәулен Әшімбаев сенатор болды, артынша бірден спикер болды, иә. Қазақстанда ғана болуы мүмкін жағдайларда бұл. Мысалы, Қошановта, Мәулен Әшімбаевта сайланбалы орган парламентте тағайындалады, әп-сәтте артынша спикер болады. Бұл енді бізде ғана болуы мүмкін жағдай. Өкінішке қарай, мынау ұсынылып отырған өзгерістердің ішінде бұндай жағдайға тыйым салатын өзгеріс те жоқ. Яғни тағайындалатын депутат болмайды, тағайындалатын сенатор болмайды, тағайындалатын спикер болмайды деген өкінішке қарай өзгеріс жоқ. Сол себепті бұл жай ғана манипуляция, 15-тен 10-ға қысқарды деген, ол президенттің сенатқа ықпалы азайып кетеді деген сөз емес. Онсыз да бүкіл сенат президенттің ашса алақанында, жұмса жұдырығында тұрған орган. Тек фильтр, баяғыдай фильтр. Жалпы бұл шешім бір абсурдтық шешім көрінеді. Президент атқарушы билік өкілі. Сенат бұл заң шығарушы. Атқарушы билік өкілі заң шығарушы биліктің адамдарын тағайындау деген өзі абсурд. Бұл болмау керек қой. Бұл білмеймін, дамыған елдерде бұндай жоқ. Бұл нағыз мысалы суперпрезидент өзгермейді деген мысалы. Яғни президент барлығынан жоғары тұр. Мысалы президент экономикалық саясатта проблема болса, оған Смайылов немесе басқа премьер-министр кінәлі деп қарамау керек. Президент атқарушы биліктің өкілі. Сол себепті бірдей жауапкершілікті президент тарту керек. Ал бізде қалай? Президент тек қана тапсырма беруші, жақсы атақты алушы. Сол себепті бұл да өзгермей конституциялық реформа болып жатыр деп айту мүлдем келмейді. Президент сенат депутаттарын тағайындап жатқан кезде мықты парламент туралы ешқандай сөз қозғаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Әрине. Өйткені депутаттар президенттен тәуелсіз болу керек.
Ал тағайындалған адам ол қалай тәуелсіз болады? Ол бүкіл саяси карьерасымен бір адамға ғана жауапты адам ғой. Бар рахметін президентке айтады. Сондықтан керек кезінде енді президенттің шешімдерін қолдау, мысалы, елдің емес, президенттің шешімін қолдап кету әбден мүмкін. Осы парламент қатысты қорытындылап айтатын болсақ, шынымен өкінішке қарай бізде билік айтып отқандай мықты парламент қалыптаспайды. Мықты мажоритарлы жаңағы жүйе арқылы, аралас жүйе арқылы қалыптастыру дейді. Мажоритарлы жүйемен билікке келген мандат алған депутаттар сайлаушылардың жалобасымен оның мандатын тартып алу механизмі қарастырылған. Ал ондай шешім, ондай мүмкіндік мынау депутаттарды қайтарып алу деген пропорционалды жүйе бойынша партиялық тізіммен сайланған депутаттарға жүрмейді. Қарап тұрсаң, бұл жерде барынша рисктердің алдын алу. Егер енді 30 шақты депутат мажоритарлы жүйемен сайланатын болса, оның ішінде кем дегенде 10 шақтысы шынымен тәуелсіз депутаттар болатын болса, солардың өздерінен қауіп көріп отыр бұл жерде. Бізде не көп, әрбір әкімдікке тәуелді, әкімдіктен тендер алып отырған қаншама үкіметтік емес ұйымдар бар, тетушкалар бар, қаншама митингтерде көретін. Соларды қолданып, болашақта бір сот процесін шығарып, тәуелсіз депутаттардың мандатын алып қою мүмкін. Енді көрейік, сайлау туралы заңға қандай өзгеріс енгізеді, осыдан кейін сол механизм қалай болатынын. Тәжірибе жүзінде көрмесек, оны енді сол тәжірибеден бұрын ең алдымен жаңағы заңға өзгеріс енгізетін кезде қарайтын болсақ, механизм қалай болады, депутаттың мандатын тартып алу. Кері қайтару. Соған да қарап бір болжам жасауға болады. Сондай-ақ президент қазір енді бізде қаңтар оқиғасынан кейін енді Алматы жұртшылығы, әлеуметтік желіде ең белсенділердің көбісі Алматыдан ғой. Алматылықтар Алматы әкімін сайлау талап етті. Әкімімізді өзіміз сайлайық деген талап болды. Бірақ президент сол талапқа жауап ретінде өзінің жолдауында президент енді әкімді ұсынған кезде бір емес, кем дегенде 2 әкімді ұсынады деді. Және де бұны да қазір референдумды жарнамалаған кезінде, түсіндірген кезде, бұны да суперпрезиденттіктен кету деп көрсетеді. Өте күлкілі. Шыны керек, мен оны көрген кезде күлдім, басқа реакция болған жоқ менде. Өйткені онсыз да қазір формальды түрде жергілікті мемлекеттік және өзіміз басқару туралы заң бойынша облыс және республикалық маңызы бар қаланың әкімдері формальды түрде мәслихаттың келісімімен тағайындалады. Президент тағайындайды. Мәслихаттың келісімі болу керек енді формальды заң бойынша. Ал енді оған бір кандидатты, кем дегенде тағы бір кандидатты қосып қою, саған 2 адамды ұнайды, екеуі де сен лояльды адамдар. Айтасың, ол енді жалған таңдау ғой. Таңдау бар деген, мысалы, былай келтіруге болатын шығар. Мысалы, саған алманы өте қатты жақсы көресің, сенің алдында қызыл, жасыл алма тұр. Айтасың, таңдау жасашы, мен қайсысын жейін деп. Ол айтады, жасыл алманы жеңіз деп. Жарайды, жасылды жей саламын дейсің да. Яғни бұл жерде сен өзің қалаған нәрсені біреуге таңдау беру арқылы жасағандай бір әсер қалдырасың да. Бұл баланы жаңағыдай бір екі түрлі ойыншық беріп алдаған секілді ғой. Сол себепті бұл да бір өте күлкілі жағдай. Және бұны жанама сайлау деп айту тағы да бұл саясаттануға, жалпы терминдерге қиянат жасау. Бұл ешқандай да таңдау емес, сайлау емес жанама. Қазір референдумды түсіндіріп жүрген біраз мемлекетшіл эксперттер бұны сайлау деп айтып жүр. Жанама сайлау деп айтып жүр. Әкімдерді сайлайтын боламыз дейді. Өйткені біз енді бір кандидат емес, 2 кандидаттан таңдайтын болатын. Мәслихат депутаттары 2 кандидаттан таңдайтын болды. Бірақ мен ойымша ол практика жүзінде былай болатын сияқты. Ертең бізде мысалы Ұлытау облысы құрылады, Ұлытау облысына 2 кандидатты ұсынады мәслихатқа. Енді мәслихаттарын құрады, сол кезде Тоқаев ұсынады. Біріншісі кандидат дейді, ұлт жанашыры дейді. Осы Ұлытау облысында жұмыс істеген кезінде әкім болып, аудан әкімі болып істеген, қазір парламент депутаты мысалға деймін да, олай болмауы да мүмкін, бірақ мен фантазиямнан айтып отырмын. Ұлт жанашыры, тіл жанашыры Берік Әбдіғали дейді мысалға, құрмет ордені иегері мысалға. Ұлытау деген атқа былай лайықты адам деп айтады. Ал екінші адам бірдеңке Баевич дейді да. Ақылы бар мәслихат депутаты түсінеді кімді таңдау керек екенін. Ал түсінбегендерге Аманат партиясынан президент әкімшілігінен звондап түсіндіріп беретін сияқты. Қандай таңдау жасау керек? 30 жылдық практикамызға қарасақ, өзің айтып отырғандай жолмен жүруі мүмкін. Яғни 2 таңдау ұсынам.
екеуі де жалпы өзімнің адамым, бірақ менің жаңағы жүрегім мына адамды қалап тұр деуі мүмкін да. Бірақ жаңа бір конституцияда өзгеріс енгізілсе, халық қолдаса, мынандай өзгеріс болады. Президент енді аудан ауыл әкімдерін жұмыстан шығарылмайды. Кәдімгідей, бұл президенттің өкілдігінен жаңа полномочия қысқаруы ғой, кәдімгідей. Енді президент үшін өте тырнақшаның ішінде өте үлкен қауіп деп айтуға болады, жаңа саяси билік үшін. Көп билік жоғалтқан сияқты емес па саған? Енді аудан әкімдерін кім тағайындайды? Аудан әкімдерін кім тағайындайды? Президент тағайындайтын, облыс әкімдері тағайындайды. Акттердің күшін жою. Акттерді шығаратын облыс әкімдерін, республикалық маңызы бар әкімдерді кім тағайындайды? Сен ол актті қабылдайтын алдында президентке ұнай ма деп мың рет ойланасың. Сол себепті бұның барлығы да манипуляция, әдеттегі манипуляция өкінішке қарай. Мен ойымша бір Қазақстанның бір бөлігінде бір Қамысты деген ауылдың әкімі кәдімгідей өзін сенімді сезініп жүрген. Президентпен алып тастай алмайды. Президент алып тастай. Енді ондай сезімде болу керек шығар. Әсіресе халықпен сайланған әкімдер. Ол айтпақшы, халық сайлаған әкім демекші, бізде ауыл әкімдері мысалы сайланды, оларды да сайланған әкімдерді, сайланған мерзімі бітпей жатып, қызметтен алып тастауға болады. Мысалы партия арқылы. Партияда мүшеден шығып қалсаң, сен автоматты түрде әкім ретінде қызметтен айырылып қаласың. Аудан әкімі мәслихат арқылы өзіне ұнамаған ауыл әкімдерінің қызметін алып тастай алады. Сол себепті бұл жерде енді бұған дейін жасалғанда, қазір ұсынылып жатқан өзгерістерде шынайы демократиялық өзгеріс әкелмейді. Ауыл әкімдеріне өкінішті нәрсе екен. Жалпы қалай ойлайсың, неге бұндай асығыс шешім қабылданды? Референдуммен, мысалға, референдум өткіземіз деген күннен бастап, референдум өтетін күнге дейін бірнеше ай ғой? Неге асықты деп ойлайсың? Неге бұндай асығыстық не үшін керек? Мүмкін алдыда кезектен тыс президенттік сайлау ма? Жоқ әлде жаңа бір қаңтар қайталанып кету қорқынышы бар ма? Оның алдын алу ма? Енді қаңтардан кейін бірінші рет бізде саяси талаппен болған ең үлкен көтеріліс деуге болады. Ең үлкен саяси протест болды. Ең үлкен Қазақстанның соңғы 30 жылдық тарихында барлық өңірлерде деуге болады. Саяси талаппен азаматтар көшеге шықты, талап етті. Өкінішке қарай қаншама кем деген 230-дан аса азамат қаза болды. Әлі күнге олардың атын толық жариялаған жоқ билік. Және билікте қанша дегенмен қаңтарға дейін бір монолит сияқты көрініп келді бізге. Енді 3 жыл бойы қолы байланған президент болып отырды Тоқаев. Енді қаңтар оған бір жоқ жерден, күтпеген жерден оған бір мүмкіндік сыйлағандай болды да. Президент ретінде өзіңді сезін, міне саған билік деген секілді. Және Назарбаевтың статусын алып тастау, кешегі Назарбаевтың интервьюі, бұның барлығы дерлік биліктің өзінде текетірес қанша дегенмен пайда болған көрсететін секілді. Екеуінің арасы бұрынғыдай емес екенінен хабар береді деп ойлаймын. Және екеуі де бір режим. Назарбаев бұл Тоқаев жаңа бір саяси өзгеріс әкелетін немесе басқа фронтта келген адам емес. Ол Назарбаевтың жүйесінің жалғасы. Және екеуі де бұл жүйенің сақталуына мүдделі. Мысалы, Назарбаевтың бүкіл активтерін алып қою, делибатизацияны жаппай жүргізу Тоқаевтың өзіне де тиімсіз. Ол айналып келгенде өзінің билігінің легитимділігіне қауіп төндіреді. Сол себепті лайт форматта, жеңіл форматта осындай жаңағыдай әрекеттерге көшетін секілді. Кепіл берілгенде сияқты Назарбаевқа жаңағы өзіне жақын отбасы мүшелеріне қатысты саяси шешімдер болмайды. Кеше мысалы Назарбаевтың интервьюінде айтты ғой, мен өзінің фондтарының өзін Кәрім Мәсімовке беріп қойдым бақылауға деп, қаржылай бақылауға. Сол себепті референдумдан кейін мен ойымша келесі хот топик ең көп талқыланатын бұл Мәсімовтің ісі болуы мүмкін. Және осы Мәсімовтің ісі арқылы Тоқаев қаңтар қырғыннан кейін әділет орнатып жатыр.
Қазақстанда жаңа саяси жүйе орнатып жатыр деген әсер қалдыру үшін жасалып жатқан болуы мүмкін. Шілдеде мысалы Астананың аты өзгеріп жатса мен таңғалмаймын. Ол да бір Тоқаевтың билігіне былай легитимділігін күшейтуі мүмкін. Осындай 2-3 қадамнан кейін ойланбай кезектен тыс президент сайлауын өткізіп жіберуге болады, егер логикаға салатын болсақ. Жоқ, енді былай асығыстық шешім деп жатқаным, бұл референдум халық қатысып жатқан референдум деп көрсетіп жатыр ғой. Бұл өзгерістер халықпен бірлесе жасап жатқан өзгерістер деп жатыр, бірақ мына қысқа мерзімде халық өзінің пікірін айтып үлгермеді ғой. Айтып пікір айтпақ түгілі танысып үлгерген жоқ. Иә, танысып та оны өз пікірлерін жіберетін, мысалы бір порталда болған жоқ, бір хаттарда болған жоқ, толассыз жазылып жатқан, қатысқан жоқ. Билікке жақындығы бар эксперттер солар жасап шықты. Мен ойымша эксперттер де қатыспаған да сияқты. Президент әкімшілігінің өзі жасаған сияқты. Иә, жанында формаль түрде олар не құрды ғой, комиссия құрды ғой, эксперттер. Толықтай жолдауға негізделген өзгерістер сияқты, жолдауды жазды, сол жолдауға негізделіп өзгерістерді енгізді. Мен ойымша сен жаңа айтып кеттің ғой, президент айналасындағы жаңағы элиталарға енді Назарбаев жоқ дегенді көрсету. Бір басшы бар, бұл Тоқаевтың айналасында болғандарын дұрыс, біз Назарбаевтың статусын тіпті міне конституциядан да алып тастаймыз деп. Бірақ оны парламенттен өткізбеуінің себебі де Тоқаев оны жеке өзінің парламентке ықпалы арқылы өткізгісі келмеді, өйткені ол 2019 жылы президент билікке келгенде сайлау алды өзінің бағдарламасында да тұрақтылық деп айтты ғой. Және де Назарбаевтың саясатын жалғастырушы ретінде өзін көрсетті ғой. Ал енді референдумды халықтың алдына шығару себебі елбасы статусын алып тастап жатқан мына біз емес, бұл халық алып тастап жатыр. Халықтың қалауы деген сияқты бір көрсеткіш, өзінде мүмкін өзінің арының алдында өзін ақтап алу сияқты. Одан кейін Назарбаевқа да айтуға оған жеңілдірек қой. Міне елбасыке халық осылай талап етіп жатыр. Өзіңіз көрдіңіз қаңтарда шал кет деп айқайлады. Енді міне статусты алып алмасаңдар толықтай сізге ғана емес, бүкіл бәрімізге қауіп төніп тұр. Бір кемедеміз. Сол себепті кеше Назарбаевтың интервьюінде жазылғандай уақыттың ағымымен қарай кейде жүруге тура келеді деген секілді. Осындай формулировкамен мүмкін ақтап алуға тырысатын шығар. Менің ойымша ең бастысы одан бөлек Тоқаев өзінің айналасына, олигархтарға, саясаттағы ауыр салмақтыларға сигнал жібергісі келетін секілді. Яғни менде бұл мәжіліс қана емес, халықтың қолдауы бар. Біздің режимде, осы Назарбаев режимнен шыққан адамдардың ішінде қазір мен ғана ең популярный, ең қолдауы көп, мен саясаткермін ғана. То есть мына референдум Тоқаевтың легитимділігін көрсету үшін жасалынып жатыр деп ойлайсың ба? Яғни халықтың шын қолдау процент емес, президент әкімшілігі көрсеткен қолдаудың бар екенін. Президент әкімшілігі бұл елді басқаруға бізде ең басы елдің мандаты бар. Өйткені сен жаңа айттың ғой, президенттің айналасындағы мысалы Аманат партиясы зерттеу өткізді, потом ССК өткізді, Алибековтың телеграм каналында өткізді, Дәулеттен де өткізді. Сол жердің барлығында енді қатысатындар 75%-дан жоғары болды, қолдайтындар кейбіреулерінде президентті қолдайтындар 70% болды. Бұл президент саясатын қолдаймыз дегендер 70%. Жалпы 70 деген магия бар. Енді 70 деген бұл Назарбаев дәуіріндегі 90% деген дәуір өтті. Енді басқа мемлекеттерді алып қарайтын болсаң да, авторитар мемлекеттерде сол 70%-ның о жақ бұл жағында. Бұрындай бетіңе бадырайтып 90 деген пайызды көрсете алмайды. Жаңа референдум нәтижесі сондай болуы мүмкін. 73-74% иә деп жауап берді. Бір 10 шақты пайыз кезінде Қосановқа дауыс берген сияқты, бір 16% көрсететін шығар. Жоқ деп жауап берді. Қалған жаңағы болмайды 2% жаңағыдай бюллетендерді құрып тастады, есептемеді дауысын деген сияқты. Сондай бір орталық сайлау комиссиясының нәтижесін көретін шығармыз. Нәтиже демекші өзгерістер, референдумнан кейінгі өзгерістер Қазақстан тмд елдерінің үшін саяси жүйесі ұқсас елдерді қарастыратын болсақ, саясаткерлердің жұмыс істеу стилі, мемлекеттік шенеуніктердің жұмыс істеу стилі ұқсас елдер бар. Мысалы Ресей бар, Беларусь бар, Өзбекстан бар. Ресей мен Беларусьта референдум өтті.
иә, ресейде 20-шы жылы, беларусьта міне осы 22-де өтті, ақпанда, иә, 17 ақпанда, иә, наурызда қабылданды ғой деймін жаңа конституциялар, иә, олардың 17 ақпанда референдум өтті, қателеспесем, ақпанда өтті биыл, иә. Өзбекстанда әлі талқыланып жатыр. Енді Ресейде біз білеміз, негізі бұл Путиннің қайтадан обнуление президент қайтадан 24-ші жылы қайтадан президенттік сайлауға түсу мүмкіндігіне ие болу. Енді конституцияны бұзбай, жаңа конституцияға негізделіп деген сияқты. Беларусьта бұл реакция болды. 21-ші жылғы президент сайлауынан кейін үлкен толқулар болды, Лукашенко 3% алды, легитимді президент емес деген сияқты үлкен шерулер болды, мыңдаған адамдар елден кетті, мыңдаған адамдар қамалды. Бұл сол кезде Лукашенко айтты, біз жаңа конституция қабылдаймыз керек десеңіздер. Мен билікті ұстап тұрған жоқпын, маған билік керек емес. Біз жаңағыдай жаңа конституция қабылдап, бұл билікті енді халық қатыса алатын болады. Біз парламентті күшейтеміз деген нәрсені айтты. Яғни бізде де дәл сондай толқу болды. Назарбаев кет деген толқу болды. Соған реакция ретінде сияқты қарастыруға болады ғой бұны, иә. Және де Тоқаев пен Лукашенконың риторикасы өте ұқсас болды. Яғни сөйлеген сөздер емес, месседждер өте ұқсас болды да. Кей кездері біздің спичрайтерлар, Тоқаевтың спичрайтерлары жаңа Лукашенконың сөздерін көшірді ма деген ойлар болды. Бірақ біз көріп жатырмыз, конституция өзгергенмен Беларусьта ештеңе өзгерген жоқ. Лукашенко супер президент болып тұр. Қазақстанда да нәтиже сондай болып қалады ғой жанында. Иә, біз өйткені референдумсыз-ақ қазіргі ұсынып отырған заң жобасынан көріп отырмыз, ештеңе өзгермейтін. Тоқаевта бүкіл абсолют биліктің барлығы Назарбаевта қалай болды? Тек сол биліктің бәрі Тоқаевтың қолына көшеді. Ол өзін елбасы деп атамауы мүмкін, бірақ іс жүзінде ол елбасы болады. Атақсыз-ақ елбасы болады. Өйткені Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң бар. Сол заңда бүкіл президенттің құзыреті көрсетілген, кепіл берілген. Ол заңдағы бірде-бір құзыретінен бас тартайын деп отқан жоқ. Жаңағы актілердің күшін жою деген құзыретін есептемесең, қалған бірде-бір құзыретінен керісінше конституциялық сот айтпақшы. Наурызда жолдау шыққан кезде мен конституциялық сот пайда болады дегенді қолдадым. Айттым, бірақ менде бір күдікпен қабылдадым да, бұл қандай жолмен қалыптасады екен деп. Қарасақ, президентке тәуелді сот болайын деп отыр. Төрағасын, 4 мүшесін, 11 адамның 5-еуін президент тағайындайын деп отыр. Және бұл конституциялық сот қаншалықты әділ шешімдер шығара алады. Бұл кез келген азамат өзінің конституциялық құқығы бұзылды деп есептейтін болса, жүгіне алады дейді. Жарайды, жүгіне алатын шығар, жүгінсін. Бірақ бұл жерде мәселе тек жүгіну ғана емес қой, шешім, әділ шешім шыға ма? Мысал келтірейік. Қазір қамауда отырған саясаткер Жанболат Мамай. Жанболат Мамай осы референдумдан кейін конституциялық сот пайда болсын, 11 мүшесі тағайындалсын, одан кейін жүгінсін осы сотқа. Бірінші сот Жанболат Мамайды саяси тұтқын деп анықтай ала ма, анықтай алмай ма? Немесе саяси тұтқын емес деп есептемейтін болса, логикаға келетін аргументтер келтіре ала ма? Ең бастысы, егер саяси тұтқын деп қабылдайтын болса, шешім шығаратын болса, оған жаңағы өтем жасай ма, мемлекет оған өтем төлей ма, мысалы, 2-3 ай абақта отырған үшін, оның құқықтарын, бостандықтарын шектеген үшін. Жанболат Мамайдың орнында басқа да азаматтар болуы мүмкін, мысалы, аттары көпшілік біле бермейтін қаншама саяси белсенділері бар жергілікті жерлерде, аймақтарда, облыстарда. Сол азаматтарда, мысалы, ертең конституциялық сотқа жүгінетін болса, олар әділ шешімге үміт арта ала ма, артамай ма? Президентке тәуелді конституциялық сот ең бастысы президенттен тәуелсіз шешім шығара ала ма? Президент әкімшілігіне қарамай, фактілерге сүйене отырып, азаматтардың саяси, азаматтық ең бастысы Қазақстанда көп шектелетін құқықтарын қорғай ала ма? Бұл өте маңызды сұрақ деп ойлаймын. Конституция азаматтық құқықтарға, енді азаматтарға кепіл берген құқықтар шектелген кезде конституциялық сотқа жүгініп, және конституциялық сот шынымен президент әкімшілігіне жалтақтаған бір шешім шығаратын болса, бұл Тоқаевтың саяси суицид болмай ма Тоқаев тарапынан? Бұл жерде ең бастысы қалай айтады? Сот тәуелсіз дейді. Біздің ықпалымыз жоқ деп айтады. Жоғары сотқа да қатысты айтады ғой. Жоғары соттың шешімі өздерінің шешімі дейді. Бірақ есімде
жәкішев шығатын кезде, жәкішев босап шығатын кезде Тоқаев информбюроға интервью берді. Сол кезде айтты, сол кезде сигнал берді, жәкішев жақында шығатын. Бірақ айтты, мен қатысым жоқ, сот шешім шығарады деді. Көп ұзамай Мұхтар Жәкішев бостандыққа шықты. Бұдан ақ қарап тұрсаң, өз аузымен, өз қолымен сот кімге тәуелді екенін көрсетіп берді. Шешім қалай шығатынын. Тоқаев енді өз риторикасына қарсы шығатын шешім шықса, сол кезде бір күшті манипуляция жасауға болатын еді оларға. Міне, сот менің риторикама қарамай басқа шешім шығарды, тәуелсіз шешім шығарды деген секілді. Сол себепті Конституциялық сот жоғары соттың жолымен жүруі мүмкін. Қазіргі енді Ерлан Каринді көп естиміз. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев екеуі бір месседжді айтып жатыр: жаңа Қазақстан бұл әділетті Қазақстан деп. Яғни референдумнан кейін бірден олар айтады, бірден енді әділетті Қазақстан орнай қоймайды дейді. Енді олар да өз түсініп жатыр, олар Гарри Поттер емес, сиқырлы таяқшалар жоқ. Бірақ біз сол жолдамыз дейді. Біз әділетті Қазақстанды жасауға, оны орнықтыруға жұмыс істейтін боламыз деп айтып жатыр. Бұл орайда сұрақ, жігіттер, сендерге кеше не кедергі болды? Мысалы, Мәулен Әшімбаевқа 2021 жылы 16 желтоқсанда мысалға Назарбаев күшінде болып, Тоқаев тәуелсіздік күнімен қазақ халқын құттықтап жатқанда, Назарбаевты жер көкке сыйғызбай мақтап жатқанда, мысалға бұл мақтау әділетсіздік қой деп айтуға не кедергі болды Әшімбаевқа мысалға сол кезде? Жалпы бізге ескі кадрлармен жаңа әділетті Қазақстан, әділетсіз Қазақстан болып тұрған кезде әділетсіз деп айтылмаған адамдармен әділетті Қазақстан құру мүмкін бе? Өкінішке қарай олардың позициясы келесі президент ауысқанға дейін болуы мүмкін, тұрақты болуы мүмкін, Тоқаев биліктен кеткенше. Тоқаевтан кейін кім билікке келеді, оның риторикасы қандай болады? Олардың айналасындағы адамдардың риторикасы дәл солай өзгереді. Мен елестете аламын бар ғой, ертең енді білмеймін, біз көріп жатырмыз енді түрлі нәрсе болып жатыр ғой. Ертең аяқ асты президент Мұхтар Әблязов болып кетсе, мен ол адамдардың риторикасын елестете аламын. Ерлан Кариннің қанша күттік дейді ғой. Ағыла күттік мына жақта қанша. Мен сіздің андай фейк аккаунттан сізді қарап отырғам, лайк басып, комментарий жазып отырғам деп айтуы мүмкін бар ғой. Мен таң қалмаймын оған еш. Өкінішке қарай саяси ұстанымдары тұрақсыз адамдармен тұрақты құндылықтар, адекват құндылықтар бар мемлекет құру өкінішке қарай мүмкін емес. Өйткені қазір өзін элита санайтын жоғары лауазымда отырған адамдардың ешқайсысы, Тоқаевтан бастап, Назарбаевтан бастап, ешқайсысы әділ ашық сайлау арқылы билікке келген адамдар емес. Барлығы тағайындаумен келген адамдар. Барлығы орталық сайлау комиссиясының электоралды автократияны осы уақытқа дейін күшейтіп келді. Бізде электоралды автократия. Мынау референдумда осы электоралды автократияны ары қарай күшейту үшін жасалып отырған қадам. Электоралды автократияда сайлау болады, референдум болады, бірақ бұл жерде мәселе қалай өтеді деген ең маңызды сұрақты. Ең бастысы өтеді, бақылаушылар келеді. Мынау қазір бақылаушылардың өзін билік қатты көп дайындайтын болып кетті. Өйткені көріп жатыр, әсіресе 2019 жылы тәуелсіз бақылаушылар биліктің фальсификациясына кедергі болатынын көрді. Сол себепті қазір кезінде Мұрат Әбеновтің аманаты, Махат Садықтың таза сайлау секілді жаңа ұйымдар пайда болып жатыр. Бұлардың басты ойы, жаңа біз платформамыз, ешқандай ұйым емес, біз тәуелсіз бақылаушыларды дайындаймыз дейді. Ертең олар сайлау біткеннен кейін, референдум өткеннен кейін, азынаулақ бір кішігірім заң бұзушылықтар болды, бірақ ол референдум нәтижесіне еш әсер еткен жоқ деген мәлімдемесі арқылы референдумды қоғамдық санада, саяси дискурста бекітуге ықпал ететін болады, көмектесетін болады. Менің сенгім келеді өзгерістерге, бірақ сену үшін енді Тоқаев, мен ойымша, тарихта қалу мүмкіндігі жоғарыда Тоқаевтың. Бірақ қана сөзбен халықтың алдына 30 жыл қорған режиміміз осындай нәтижеге әкелді. 200-ден астам адам қаза болды, біз тығырыққа тіредік бұл елді. Сол үшін халықтан кешірім сұраймын. Мен соңғы 1,5 жыл, 2 жыл президенттік өкілеттігімді орындаймын, бірақ бұл жерде біз мына заңдарды қабылдаймыз, өзгерістер болады. Мен Конституцияның кепілі ретінде сіздерге әділ парламенттік сайлау өтетініне кепілдік берем, әділ президенттік сайлау өтетініне кепілдік берем. Содан кейін
президенттіктен кетем деген сөзі қарапайым ғана сөз, міне осы реформа болатын еді сияқты маған. Конституцияны өзгертуден бұрын. Меніңше ең дұрыс реформа жаңа конституцияны қабылдау болу керек еді, мүлдем жаңа конституция. Яғни қазіргідей апыр-топыр тезірек өткізіп тастау емес, бір уақыт алып қоғамда репутациясы бұзылмаған адамдарды түрлі құқық профессорларын тарту, конституциялық біз шынымды айтсақ қазір көп эксперттер жұмыс істеді деп айтады да, бірақ жаңа сен айтқандай қандай профессорлар, құқықтанушылар кімдер болды, біз аты жөнін білмейміз. Ел сыйлайтын, құрметтейтін, жаңағы мысалы біліміне күмән келтірмейтін адамдар болу керек. экспертизасы қай деңгейде екенін көре алатындай. Керек болса шетелдік эксперттер тарту керек. Адамдардың аттары аталмайды, то есть кімдер эксперттер дейді, эксперттер қатысты дейді, бірақ кімдер олар? Әрбір эксперттің аты жөні бар ғой. Кім қатысты, біз көруіміз керек. Біз бұл өзгеріс бүкіл қазақтарды, бүкіл Қазақстанды қамтитын өзгерістер. Сондықтан кім жасап жатқанын білуіміз керек біз ғой, авторы кімдер. Сенің ойыңа жалғас ретінде айтайын, менің ойымша бұндай өзгеріс емес, жаңа конституцияны сыну керек еді. Міне, менің құзыреттерім осынша болған, ескі конституция бойынша. Мына жаңа конституция бойынша мен құзыреттерімнің осыншасынан бас тарттым. Алдында парламенттің құзыретін парламенттің өзіне қайтарып бердім. Мен заң шығару инициативасы жоқ менде. Мен тек орындаушымын. Парламент қандай заң қабылдайды, мен соны орындаушы боламын. Сот билігі. Мен соттың билігіне, төрелігіне ешқандай әсерім болмайды, ықпал етпеймін. Тәуелсіз болады. Әкімдер сайлайық. Президент сайлай алатын, депутаттар сайлай алатын адамдар, олардың санасы әкімді сайлауға да жетеді. Сол себепті қаңтардағы сабақтарды мен ескердім. Елге мүмкіндік берейік. Шынымен жаңа Қазақстан құратын болсақ, жаңа Қазақстан жаңа конституциямен құрайық деп айту керек еді, ұсыну керек еді. Және мен келесі екінші мерзімге сайланбаймын деп ашық айту керек еді. Мен өтпелі кезеңнің президенті боламын, кезінде Роза Отынбаева сияқты мысалы Қырғызстандағы. Сөйтіп тарихта бір реформатор ретінде қалу мүмкіндігі болатын еді. Бірақ қазіргі жағдайда дәл қазір біз ол мүмкіндікті пайдаланғысы келетінін көріп отырған жоқпыз. Келісемін. Біраз сөйлестік, енді соңғы сұрақ, енді халықтың көкейіндегі ең маңызды сұрақтардың бірі референдумға бару керек па, жоқ па, бойкот деп айтып жатқан адамдар бар. Енді дауыс беру керек па, қарсы шығу керек па, қолдау керек па, не істеу керек? Менің ойымша, бірінші бұл халықтың таңдау жасайтын референдум емес, бұл Тоқаевтың референдумы. Бұл жерде жеңіске жететін Тоқаев және оның әкімшілігі. Нәтижесінде алдын ала біліп отырмыз шамамен. Бұл референдумға ықпал ету үшін біз басқа мемлекетте өмір сүруіміз керек еді. Яғни бойкот жарияласаңыз, жаппай бойкот болып 50% нәтижеге қол жеткізбеу керек еді. 50% халықтың, электораттың 50% референдумға бармау керек. Бірақ орталық сайлау комиссиясы ол 50%-тен асырып қатысушылардың процентін көрсетеді. Екінші мүмкіндік жоқ деп жауап беру арқылы референдум нәтижесін болдырмау. Бірақ бұл да мүмкіндік жоқ, өйткені орталық сайлау комиссиясы толықтай референдум нәтижесін бақылауға алады. Сол себепті қазір электораттың әрекетінен бір нәтиже шығару өкінішке қарай референдум болдырмау дәл қазіргі жағдайда 4-5 күн қалған уақытта мүмкін емес. Сол себепті менің айтарым, бұл референдум 6 маусымда Қазақстанда мүлдем басқа мемлекетте 6 маусымда біз жаңа елде оянбаймыз. Соны қатты үміттенбеу керек. Назарбаевтың аты алынып тастағанымен Назарбаевтың жүйесі қалады. Тек ол жүйені басқаратын адам ғана өзгереді. Сол, рахмет Шәке қатысқанына, бірге талқылағанымызға. Енді жаңа Қазақстан енді Ақорданың ойындағы емес, халықтың ойындағы шынымен мықты Қазақстан болуына тілектеспіз.